Балалар қал жағдайларыңыз қалай? Students book 48-ші бет. Exercise 1. Complete the names of places 1 to 10 with the words in the box, then listen and check. Мына 1-ден 10-ға дейін берілген суреттердегі жерлердің атауларын толықтырамыз, қорапшада берген сөздерді қолданамыз. Одан кейін тыңдап тексереді екенбіз. Қорапшада берілген сөздер desert бұл шөл, falls бұл сарқырама, forest бұл орман, lake көл, mountains таулар, ocean океан, pole бұл полюс, северный полюс, южный полюс деп айтылады. River бұл өзен, sea бұл теңіз, valley бұл алқап. Енді сол бойынша толықтырып шықсақ, біріншісі мысал ретінде берілген Death Valley, өлілер алқабы дейді. Екіден бастап жасаймыз. Lake Erie, the South Pole, 3, 4 the Rocky Mountains, 5 the Black Forest, 6 the River Amazon, 7 the Sahara Desert, 8 Niagara Falls, 9 the Dead Sea, және the Pacific Ocean болады екен. Келесі екінші жаттығу work in pairs, complete the sentences with the words in exercise 1. Енді жұп болып жұмыс істейміз. Бірінші жаттығудағы сөздермен берілген сөйлемдерді толықтыруымыз қажет екен. Шерқала and Көктөбе are mountains. It never rains in the Atacama Desert. There isn't any land in the North Pole. The Atlantic Ocean is between America and Europe. There is a Red Sea, Black Sea, and Yellow Sea. The Amazon is a river and a forest болады екен. Келесі үшінші жаттығу. Listen to Laura and Emily's story. Which trip did they make? Лаура мен Эмилидің оқиғасын тыңдаймыз. Олар қандай саяхат таңдады, қандай саяхат жаса дейді. Бұл бізде олар sea, from the North Pole to Equator деген саяхатты жасады екен. Яғни Северный полюстан экваторға дейін. Келесі төртінші жаттығу. Choose the correct answers, listen again and check. Дұрыс жауапты таңдаймыз, қайтадан тыңдап тексереміз. How long was Laura and Emily's trip? Қаншалықты алыс болды? 1,700 kilometers бірсе. Where were they when Laura fell through the ice? Laura мұзда құлағанда олар қай жерде еді? Екіби, Панама. How far did they sail to North America? Қаншалықты алыс олар кемемен саяхаттады Солтүстік Америкаға. Бұл бізде 14,000 километр, 14,000 kilometers. Төртіншісі, what was the problem while they were cycling? Олар велосипед теуіп келе жатқанда қандай мәселе туындады, қандай мәселе болды? It was too cold, тым суық болды. How did they get to Quito? Олар Quitoға қалай жетті? They cycled. Олар велосипедпен жетті. Келесі бесінші жаттығу. Work in pairs, write clues about a geographical feature which you know in your country or other countries, then test your partner. Енді жұп болып жұмыс істейміз. Өзіңіздің білетін географикалық жерлер туралы сөйлемдер жазасыз және жұбыңызға оқып бересіз, ол қай жер екенін табу керек. Мысалы, it's a very long river in South America. Ол оңтүстік Америкадағы өте ұзын өзен. Is it Amazon? Yes, it is. Тура осылай жасайсыздар. It is a large lake in eastern Kazakhstan that is famously half fresh water and half salt water. Жартылай тұзды, жартылай тұщы су бар өзен. Қазақстандағы. Is it Balkhash Lake? Yes, it is. Кішкене тамағым ауырып тұр, кешірім сұраймын. Ice skating rink and ski resort located in the mountains near the city of Almaty. Алматының жанында, таулардың арасында тауларға жақын жерде орналасқан мұз айдыны
және шаңғы тебетін жер. Is it медеу? Yes, it is. Я, солай. Осылай етіп, өздеріңізге білетін, тек қана Қазақстан емес, басқа жерлерде әлем бойынша жазсаңыздар болады. Осымен бұл беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Достар, каналға қолдау білдіріп кетуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.